Сәлем, құрметті достар. Сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен қазақтың салт-дәстүрлері туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қазақ салт-дәстүрге сүйене отырып, өзара қарым-қатынасын реттеп отырған. Бір-бірін үнсіз түсініп, сыйласқан. Қазір сол дәстүрдің біразы ұмыт болды. Қазақтың салт-дәстүрі ағайын, туған-туыс, көршілер арасында жақсы қарым-қатынастың қалыптасуына, ынтымақтастықта өмір сүруіне жол ашқан. Қой басты дәстүрі. Ауылда киіз басу ауыр жұмыстардың бірі болған. Алдымен жүнді сабайды, сосын бояйды, қайнатады, құрғатады, орайды. Ораудың астынан арқан өткізіп, жіптің ұшынан ұстап, аяқпен теуіп отырып, үй-үйдің арасынан өткізеді. Кез келген үйдің жанына келгенде, қой басты деп айқайлайды. Мұны естіген үйдегі әйелдер киіз басушыларға бауырсақ, қымыз, құрт береді. Бұл әзіл-қалжың ретінде дәстүр болғанымен сыйластыққа негізделген. Осыған ұқсас тулақ шашу дәстүрі бар. Жүн сабау біткен соң, үй иесі көмектескен әйелдерге сый-құрметін көрсету үшін дастарханға шақырған. Хан талау. Қазақ халқы үшін билік, байлық басты құндылық болып саналмаған. Ар-ұят, намыс, имандылық, әділеттілік қасиеттерін жоғары бағалаған. Халық сенімін ақтамаған, мейірімсіз ханды халқы жазалаған. Ханға тиесілі мал-мүлкін, билігін тартып алған. Бұл барымта емес, хан талапай деп аталған. Ашынған халық ханнан көңілі қалған кезде осындай шешім қабылдаған. Дәл осындай шешімді атқа мінер белсенділерге, сұлтандарға, төрелерге қолданған. Сондықтан жағдайы бар адамдар кедей отбасына, жесір әйелдерге үнемі көмектесіп отырған. Соның бір көрінісі, тұрмысы нашар адам дәулетті адамнан, кейде жақын көршілерінен, жақындарынан ат майын уақытша сұрап алып пайдаланған. Бұл ат майын сұрау дәстүрі. Осылайша ауыл адамдары бір-біріне жанашырлық, қамқорлық танытқан. Сыралғы дәстүрі. Қазақта аң аулау үлкен мереке болған. Бірақ аң аулаудың қаншама қызығына түскенімен ерекше белгілері байқалған аңдарды атпаған. Әсіресе мола басына жақын жүрген жан-жануарларға тиіспеген. Өйткені әр аңның киесінен қорыққан. Ал қанжығаларын майлап, аң аулап қайтқан аңшы өзіне майлансын деп айтқан адамға ойланбастан атып алған аңын сыйға тартқан. Аңшы сыйын сыралғы деп атайды. Ал қақпанға түскен аңды алу ұрлыққа жатпаған, бірақ орнына бір затты қалдырып кету керек болған. Қазақ салт-дәстүрін зерттеушілер ұмыт болған салттардың қолданысқа қайта енуі екіталай дейді. Сондықтан сақталып қалған дәстүрді жоғалтып алмай, оны алдымен мектеп оқушыларына оқытып, бойларына сіңіру қажет. Ал тарих қойнауында қалған ескірген дәстүрлердің негізін сақтай отырып, заманауи үлгіде қолданса, тезірек қолданыс табады деген ойдамын. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.